Жүзінші сабақ текше тікбұрышты параллелепипед фотосуретке түсіру өнері. Бірінші есеп. Фотограф объективтен дәл алдына түзу орналасқан текшені көрді. Текше суреттегі жазбадан құрастырылған дейік. Жазбадағы A, B, C, D, E, F әріптері берілген. Әріптер текшенің қай жағында? Сол, оң, жоғары, төмен болады. Дәлелде. Суретте көріп тұрғанымыздай, біздің жоғарғы бөлікте V нүктесі орналасқан. Яғни жоғарыда V нүктесі, ал төменде F нүктесі орналасқан. Төмен F. Бізде оң жағымызда S, ал сол жағымызда оған қарама-қарсы E нүктесі орналасқан. Екінші есеп, текшені сағат тілімен айналдыр. Үшінші рет айналғанда қай суретке сәйкес келеді? Бізде шыршаның бірінші ретінде шырша, одан кейін қар және бізге ойыншық берілген. Яғни шыршаға қарама-қарсы бетте аққала бар. Яғни бір айналдырған кезде, ал одан кейінгі бөлігі бос, ал одан кейін айналдырған кезде бізде екі түрлі шырша пайда болды. Демек, осы ретпен айналдыратын болса, онда бізде B суреті үшінші рет айналдырғанға сәйкес келеді. Үшінші есеп, кез келген босаған қорапты ал, оны ашып беттерін жаз, жазбада бірдей қанша фигура шыққанына қара. Тік төртбұрыштар параллелепипед қабырғаларының ұзындығын жаз. Кез келген қорап ол пішіні не текше тәріздес, немесе параллелепипед тәріздес болады. Егер оның қабырғалары бірдей болса, текше, ал қабырғалары әртүрлі болса, онда ол параллелепипед болады. Және біз білеміз, параллелепипедтің 6 жағы бар. Және оның 6 жағы, яғни мысалы біз осындай қорапты алатын болсақ, бізде жоғарғы бөлігі бірдей, жоғары және төмен бөліктегі фигуралар бірдей, яғни ал оң жағы мен сол жағындағы және мына фигуралар бір-бірімен тең. Төртінші есеп, кәдесый қораптарын жасап, оларды суретке түсір. Жұмысты неден бастайсың? Алдымен өз іс-әрекетіңнің жоспарын құр. Кәдесый дегеніміз сыйлық салатын қорап, ал сыйлық салатын қорапты дайындау үшін бізге әрине картон керек, қорап керек. Және сол қорапты мына үшінші есептегі сызба бойынша қырқып алып жасайтын боламыз, және жоғарғы төменгі жағындағы фигуралардың оң және сол жақтағы фигуралардың бірдей болатынын ескереміз. Бесінші есеп. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Қандай тәсіл ыңғайлы, неліктен? Фотограф әр апта сайын мектепке 5 рет барады. Әр барғанда ол 30 баладан фотосуретке түсіреді. Ол 4 аптада қанша баланы фотосуретке түсіреді? Фотограф, яғни бір аптада 5 рет мектепке барады. Ал ол бір күнде 30 баладан суретке түсіреді. Немесе 30 сурет дейік. Ал 4 аптада қанша баланы суретке түсіреді? Шешуі. Біз ең алдымен бір аптада фотографтың неше сурет түсіретінін анықтайық. Ол үшін 5-ті 30-ға көбейтеміз. Яғни 150 сурет. Яғни бір аптада 150 сурет болса, онда 4 аптадағыны табу үшін 4-ті 150-ге көбейтеміз. Нәтижесінде 600 шығады. Демек, жауабы 600 баланы суретке түсіреді. Алтыншы есеп, теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуді жасайық. Y азайту 165 тең 620 қосылған 173. Күрделі теңдеуді шешу үшін алдымен қосындыны орындаймыз. 620-ға 173-ті қоссақ 793, ал Y-ті табу үшін
екі берілген санды қосамыз. Және нәтижесінде 958 шығады. Орнына қояйық. 958 азайтылған 165 тең 620 қосылған 173. Сонда біздің нәтижеміз 793 тең 793 шығады. Келесі екінші теңдеу А бөлінген 15 тең 54 бөлінген 18. А бөлінген 15 тең 54-ті 18-ге бөлсек 3-ке тең, ал Аны табу үшін 3-ке 15-ті көбейтеміз. Сонда Аның мәні 45-ке тең. Орнына қояйық. 45-ті 15-ге бөлсек, және 54-ті 18-ге бөлсек, сонда біздің мәніміз 3-ке тең. Және қалған теңдеулерді дәл осы жолмен шығаратын боламыз. Келесі 7-ші есеп. Тирда екі дос жарысуда, олардың әрқайсысы үшін қанша ұпай жинағанын анықтаңдар. Бірінші, Алмастың неше ұпай жинағанын анықтайық. Алмас бізде 40 ұпайдан 3 рет жинаған. Ал 30 ұпайлықтан 1, 2, 3 рет жинаған. Демек, 43-ке көбейтсек 120, 3-ті 30-ға көбейтсек 90, 120-ға 90-ды қоссақ 210. Демек, Алмас 210 ұпай жинаған. Келесі Қайрат. Қайрат 40 ұпайлықтан 3 рет жинаған, ал 30 ұпайлықтан 4 рет жинаған. 40-ті 3-ке көбейтсек 120, 30-ды 4-ке көбейтсем 120. 120-ға 120-ны қоссақ 240 ұпай. Демек, Қайраттың ұпайы Алмастың ұпайынан көбірек. Келесі 8-ші есеп. Бірінші суретке үстінен қарағанда қай фигура сәйкес келеді? Яғни бізде 3 баған берілген, алайда ортасы бос. Бірінші суретке қарайтын болсақ, бізде мына тұрған жерде фигура тұр. Демек, бұл жер бос емес. Біздің фигураға сәйкес келмейді. Екінші суретте қарап тұрсаңыздар, ортаңғы бөлік бос. Демек, екінші сурет сәйкес келеді. Ал үшінші суретте тіптен баған толығымен бос емес.